Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте керемет, өте жұмсақ, бір жасағаннан шығатын және бұл кекстің ең басты ерекшелігі микроволновкада және бокалда пісетін кекс. Тәтті нәрсе жегіңіз келіп, бірақ не пісіргіңіз келерін білмей, ерініп отқан болсаңыз, дәл осы кексті сіздерге жасауға кеңес беремін достар. Ал ендеше кексімізді дайындауға кірісейік. Ең алдымен бокалымызға бір жұмыртқамызды, оның үстінен 2 ас қасық құм шекерімізді саламыз және оның үстінен 3 ас қасық сүтімізді құямыз достар. Вилкамыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен 1 ас қасық какаомызды және 2 ас қасық ұнымызды және чайный ложкамыздың ұшымен ғана разрыхителімізді салып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Енді микроволновкаға салып 4 минутқа қоямыз. Достар, бізде 4 минут өтті. Қараңыздар, өте биік болып көтеріліп пісіп шыққан. Өте жұмсақ, өте мамық. Аузыңызда салсаңыз еритін кекстің түрі. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Менің видеом ұнап жатса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып қоюларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға ас болсын.